Барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Бүгін өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан керемет болатын вареный пирог дайындаймыз. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Жұмыртқамыздың таза құрғақ ыдысымызға салып, үстінен шекерімізді салып, екеуі бір қалыпқа түскенше жақсылап миксерлейміз. Ең алдымен миксерді жай баяулықтан бастап, минут сайын жылдамдығын көтеріп отырамыз. Үстінен алдын ала дайындап алған сливочный масломызды құямыз. Оның үстінен қопсытқышымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Қоспамыз барлығын араластырып болғаннан кейін, ұнымызды елегіштен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп салу қажет. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер. Қамырларыңыз қатты болып қалады. Сол себеппен алдымен осылай кішкене қоюланғанша миксердің көмегімен араластырдым. Ұнымды 3-4 бөлікке салып алдым. Міндетті түрде елегіштен өткізіңіздер. Қамырдың көпірлеуіне жақсы әсер етеді. Одан кейін қолдың көмегімен қамыр жасадым. Ұнымды салып, өте жұмсақ қамыр болып шығады. Онда осылай аз-аздан салып отырып, өте жұмсақ болып шығатын қамыр дайындаймыз. Міндетті жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Үйдегі бар заттардан дайындалатын пирог. Неге мен қамырым дайын болып қалды. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып өтіңіздер. Мінекей менің қамырым дайын болып қалды. Аздаған уақытқа 10-15 минут көлемінде қойып қоямыз, бетін жауып. Содан соң кішкене бөлік золаларға бөліп аламыз. Бір кішкене зола бетін сәндікке қойдым. Бір үлкен золаны жаямын. Табамыздың астына төсегенге. Өте жұмсақ болады. Тез жайылады. Неке осылай қолдың көмегімен, оқтаудың көмегімен жайып аласыздар. Осы уақыт аралығында пештеріңізді қосып қойыңыздар. 180-200 градуста 20-25 минут көлемінде қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Табамды алдын ала дайындап алдым. Фольгамды төсеп, майымды жағып, үстінен қамырымды осылай шететтерін басып, формасын келтіріп аламын. Осының үстінен сәндік үшін алып қойған кішкене зола қамырымызды да жайып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болып қалды. Енді осыны осында ирелек пышақтарыңызбен немесе кәдімгі пышақпен кессеңіздер болады. Осы сәндік үшін ұзынша етіп кесіп аламыз. Енді жаңағы табаға салып қойған қамырымыздың үстінен вареньемізді құямыз. Қандай тосап пайдалану өздеріңізге, мүмкіндігінше қою варенье пайдаланғандарыңыз дұрыс. Себебі піскен кезде ағып кетуі мүмкін. Сол себепті қоюын пайдаланыңыздар. Мен қаралының вареньесін пайдаландым. Осылай үстінен жаңағы кесіп алған қамырымды сәндеп қойып шықтым. Ол сәндеу өздеріңізге қарай осылай өте әдемі көрінеді. Осының үстінен жұмыртқамыздың сары уызын жағып шығамыз. Барлық шетіне жағып шықтым. Қызып тұрған пешімізге салып алдым. Мінекей өте дәмді болып шықты. Өте жұмсақ болған. Дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
осындай өте әдемі болып шықты. Барлық керек заттарды төменге описанияға жазып өттім. Сол жерден толық рецептті біле аласыздар. Менің арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.